Çay içesin be. Жоқ, мам. Бұл менің ең жақсы көретін сұрағым. Себебі дәл осы сәтте құрбандар біздің қақпанға түседі. Бұл Симбокс арқылы іске асатын схема. Жұмыс істеу тәсілі былай. Сәлеметсіз бе? Мына Симбоксты өзіңізге орнатып алыңыз. Бұл не сонда? Бұл біздің жаңа құрылғымыз. Бізге бұны тексеріп алу керек, ал сіз күніне бір рет сим-картаны ауыстырып отырсаңыз жеткілікті. Ал маған не пайда? Есесіне күніне 40 мың теңгеден 100 мың теңгеге дейін табыс табасыз. Деп, біз өтірік алдаймыз. Ал шын мәнінде бұл Симбоксты мыңдаған қоңыраулар мен жүздеген хабарламалар жіберу үшін қолданамыз. Оған қоса шетелден түскен қоңыраулар жергілікті операторлардан түскендей болып көрінеді. Ал бұл заңды ма? Әрине. Әрине заңсыз. Өйткені Симбокс қолдануға Қазақстан Республикасында тыйым салынған. Сондықтан оны іске қосқандар қылмыстық жауапкершілікке тартылады. біз енді бара берейік, жерем?